Қайырлы таң әріптестер, қайырлы таң қадірлі көрермен. Терезеден түскен таңғы сәуле шаңырақтарыңызға, құт дастархандарыңызға береке, жүректеріңізге тыныштық әкелсін. Бүгін біздің студиямызда шығармашылық пен отбасы құндылығын қатар алып жүрген ерекше жұп Әділ Сламхан мен Дана Махамбаева келді. Қош келдіңіздер. Оян бағдарламасына таңғы ұйқыларыңызды қиып келгендеріңізге рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз тамаша. Енді жаздың кезі ғой. Таң азанмен тұрып Дана ханымды тұрғыздым. Сөйтіп, шайымызды ішіп алып келіп жатырмыз. Енді ұйқы қанбаса да, сіздер шақырғаннан кейін әрқашанда келуге дайынбыз, өнер адам болғаннан кейін. Көп рахмет. Үйде бірінші кім тұрады? Әділ ағам сияқты ғой? Бірінші мен тұрамын. Сіздерде бәрі басқаша екен. Мәссаған. Жер үйде тұрасыздар. Бақша бар ма? Бар. Таңғы салқынмен суарып тұрғанның өзі бір ерекше күшті шығар. Террасаға шығып, газонға қарап, жеміс ағаштарға қарап, одан кейін суғарып жүреміз. Тамаша. Аллаға шүкір, азанменен. Керемет. Ол өзінің ерекше вайбы бар, ерекше ләззат сыйлайтын, әркімге бұйыра бермейтін жер үйде тұру бақыты ғой. Енді үйленгендеріңізге қанша жыл болды және бір-бірлеріңізден не үйрендіңіздер? Біз енді айта кетейін, осы үйленгенімізге 18 жылдан асты. Бәрекелді. Танысқанымызға 20 жылдай болды. Енді бір-бірімізден мен ойлаймын, мен Дананың қарапайымдығын көрдім, қазақилығы, өте өнді қарапайымдылық. Сосын кейін осы отбасына деген адалдық, балаға шағаға деген мейір, бәрін көріп отырмын. Одан кейін енді қазақтың қызына тән, жалпы қазақтың қызына тән ерекшелігі бар деп айталам. Не де, 18 жыл үйленіп алғаннан кейін өзіңнің аяулы жарыңа осылай махаббатпен өзінің жақсы қасиеттерін айтып отыру тамаша. Дана ханым, ерте тұрудан басқа не үйрендіңіз Әділ ағадан? Ерте тұрудан басқа көп нәрсе үйрендім негізі Әдекеңнен. Расында да Әдекең мықты азамат, қамқор әке ең бастысы. Жаңаға көп адамдар айтып жатады ғой, жаңа сахнада өте бір жылы суықтау болғанмен өңі, бірақ өмірде өте бір бала десе мейірман, жүрегі кең, досқа адал, жан-жағына мейірім шашып жүретін адам. Көпшіл жігіт. Көпшіл. Оған бізде өнердегі бауыр ретінде қанықпыз. Енді мейірімді әке деп қалдыңыздар. Көштің басы нешеге қалды қазір? Енді қазір үлкеніміз 16-ға келді. 16-ға? 16-тан асып бара жатыр. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Қандай сезімдесіздер? Ата-ана ретінде бұл қалай өзі? Маған бір 4-5 жылда келеді осы сезім. Енді осы біраз уақыттың алдында ғана балабақшаға тасып жүредік. Өткенде бір осы 4-ші баламды балабақшаға апарсам, сол балабақшада бір кісі мені көріп, Әдеке, мен сізді осы жерде көргелі 10 неше жыл болды ғой дейді. Көріп отырмыз. Енді бұйырса 5-шіні алып келеміз деп. Енді балаларымыз өсіп жатыр, білімге баулып жатырмыз балаларымызды. Аллаға шүкір. Енді өзіміз өнерде болғаннан кейін балаларымызды, алдында 3 баламызды өнерге көріп едік, бәрібір білімге барсақ дейді. Содан сол осы 4-5 жылдықта оқуларына қатты көңіл бөліп, енді Аллаға шүкір, қазір 3 баламыз Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатыр. Бәрекелді. Егер бала шетелде оқимын деп жатса, қалай қарар едіңіздер? Енді білім ол әрине алған дұрыс деп ойлаймын, қай мемлекет болса да. Бірақ енді Әдекеңнің ұстанымы негізі өзіміздің елде оқса, мынау Астанада сол Назарбаев университеті бар ғой, сол жерге оқса жақсы болады деп айтып отырады. Енді қыз балаларды, үлкендеріміз қыздар ғой. Енді көреміз, уақыт көрсетеді, бірақ десек те шетелдің мықты топ университеттеріне де тапсыруға ойымыз бар. Ата-аналарға қандай кеңес бересіздер? Мысалға, балаларыңыздың барлығы Назарбаевта оқыды деген сөз, сіздер жақсы дайындадыңыздар деген сөз. Жалпы білімге баулуда, тәрбиеге мән беруде қандай кеңестер, негізгі ұстанымдарыңыз қандай? Енді бұл жерде біз балаларды 1-ші класстан бастап оқығаннан бастап біз қосымшаға тасыдық. 1-ші 6-шыдан бастадық. Одан кейін арғай 5-ші 6-ші класста нақты анандай үлкен орталыққа барып, сол жерде Назарбаевқа қалай дайындалады? Арнайы дайындайтын мектепке барып оқыды. РФМШ-ға қалай дайындалады? Сол жерге арнайы барып сол жерде дайындалды. Аптасына 3 рет, 2 жыл бойы 5-ші класс, 6-ші класста 2 жыл бойы барып сөйтіп дайындалып, Аллаға шүкір, соның нәтижесінде еңбектің арқасында түсті. Тамаша. Иә, ол биылдың өзінде мысалы Назарбаев мектебіне 5000 бала тапсырған екен. Одан 114 бала алып отыр. 144 бала. 144. Оның 44-і орыс тобы болса, 100-і қазақ балалар ғой енді. Сол енді 5000 баланың ішінде 100-ге
кіру деген ол былайша айтқанда өте үлкен еңбек, оған үлкен дайындық керек. Жаңағы 4-5 жыл бірінші сыныптан бастап жайлап және 4-5 сынып біз нақты кірістік осыған. Азаннан кешке шейін тек қана дайындалу, қосымша жаңағы допқа барам, анда барам дегенді былайша айтқанда сырып қойдық. Доғардық, бәрін тоқтатамыз, тек сабақ. Мәселе акцент білімде. Білімде, иә. Енді бүкіл уақытты тек бұған ғана арнамай, білімге ғана арнамай, әлеуметтік желіге де ерекше арнайтын болыпсыздар. Жалпы блогер болу қалай болып жатыр өзі? Ол жағы да бар еді. Мына кісінің мамандығы. Ол енді біз мынау карантин кезінде басталды негізі. Карантин кезінде өздеріңіз білесіздер, енді бүкіл өнер адамдары ғана емес, көптеген адамдар жұмыссыз қалды ғой енді. Үйде отырып қалдық, соны не істейміз енді, кішкене қолымызда соткамыз бар, кішкене блогер жағынан көрейік деп, сол жағынан жайлап көріп, неше түрлі қарасақ енді аудитория бар. Аудиториямыз көбейе берді, қазір 1 миллионға жуықтап қалды. Аудиториямыз өте жақсы дамығаннан кейін енді кішкене осымен айналысуға болатынына көзім жетіп, рекламамен айналыса бастадым. Жарнама ала бастадық. Бір шетінен сол енді өте болатын жұмыс екен. Біздің нелеріміз плюс 30-да. Қаржылық жағдай жақсы, ақша қаржылайтын адамдарда біздің оқырмандарымыз. Мүмкіндігі бар, шамасы жетеді. Бос сұрақпен миыңды ашпайды. Бірден гонорар қанша деп сұрайды. Енді жастар оқымайтын белгілі ғой, енді оқушы балалар бізді оқырмандарымыз емес, бірақ десек те өзіміз секілді, сол орта жастан асқан кісілер оқырмандарымыз көбінесе жаңағы тойларға барып жатсақ, біз сіздердің оқырмандарыңызбыз деп сол айтып жатады. Әлеуметтік желінің де жақсы жақтары өте көп екен. Енді мынандай сұрақ қойыңызшы, қанша қыз ұзаттыңыз Дана жеңеше? Ол енді ұзатқан санын білмедік, бірақ 10 неше жыл болды ғой енді ұзатып. 10 жылдан аса. Карантиннің алдында айына біз бір айда 18-20 қыз ұзататынбыз. Бір айда. Кей күні 3 қыз ұзатқан кезіміз болды. Тамаша. 3 қыз ұзатқан күні енді ол қиындау енді. Тойдың иелерінің өзінің қалауымен олар уақыт қояды. Біз айтамыз, мынанша уақытта келсек ұзатамыз, болмаса үлгермейміз. Сонымен келіседі ғой, сондай күндерде болды. Тамаша. Енді қазіргі ұзату бұрынғыдан қалай өзгерді өзі? Бара-бара ұзату күшейіп бара жатқан сияқты. Қыз ұзату тойына мән беру. Иә, солай, Жылдан жылға. Өзіңде той саласында жүрсің ғой. Қазір шынын айтқанда көбірек мән беріп, оның жаңа өзіміздің дәстүрлерге көбірек мән беріп, иә. Ол жақсы. Жақсы. Негізі жігіттер де ұзататын болды. Ол енді біздің конкуренттерді қоймайсың. Ол енді біздің конкуренттер, енді көп тойларда кездескен сайын айтамыз, конкурент не болды, қалайсың деп, қалжыңдап сол айтпақшы. Дұрыс қой, енді ол жігіттер ұзатқанын енді білмейміз. Жоқ, жігіттер ұзатқан сәл нелеу тұрады енді. Дәстүрімізге кішкене бір қарындасым деген ән жазып ұзатып жүргендер бар ғой. Балаларыңызға ең жиі айтатын ақыл? Енді бізде үлкендеріміз қыздар ғой. Қыз баланы енді әдекең көбінесе айтып отырады, қызға 40 үйден тыю деп. Сондықтан да көп кешке қарай көп жүрмеңдер деп айтады. Кешке шығармаймыз. Сосын кейін басқа туысқан болсын, басқа подружкалардың үйі болсын. Қызды бөтен үйде қондырмаймыз. Заңым солай. Ол қазақтың баяғыдан келе жатқан тәртібі. Ұлыма да сондай. Солай заңмен жүремін. Қызыңды бөтен үйге қондырма, ұлыңды бөтен жерден тойдырма деген. Иә, сондай. Сол ұстаным бізде. Сол құндылық. Яғни нағыз қазақи тәрбие. Әділ аға, Дана жеңгей, алтындай уақыт қиып келген сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Оянның көрермендеріне таңғы бір ерекше шуақ, жақсы көңіл күй сыйладыңыздар. Күндеріңіз берекелі өтсін, қадірлі көрермен.